Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары? Біз бүгін физика пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Жалпы 9 тапсырма берілген, қойылатын балл 20 балл. Бірінші тапсырманы оқимыз. Қансонарда бүркітші шығаданға 8 найза қолында көз аудармай. Батырда аял қылмай ертең таңға қанат құйрық суылдап ысқырады. Көктен қыран сорғалап құйылғанда. Өлең жолдарынан қандай құбылыс суреттелген, оның физикалық мағынасы қандай? Бұл сұрақтың жауабы ауданы кішкентай болғандықтан болымсыз ғана күшпен зор қысым күш жұмсап аң аулауға болады. Екінші тапсырма суретте массасы 300 грамм кітаптың ұзындығы, ені, қыры берілген. Бұнда G-дің мәні 10 ньютон килограмм. А нұсқасы кітаптың ауданын табыңыз. Б нұсқасы кітаптың парта бетіне түсіретін күшін анықтаңыз. С нұсқасы кітаптың парта бетіне түсіретін қысымы қандай? Берілгені бойынша жазып алдық. Бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп алайық. 300 граммды килограммға айналдырамыз. Мыңға бөлеміз. 0,3 килограмм болады. 1 дециметрді метрге айналдырамыз. 10-ға бөлеміз. 0,1 метр. 2 дециметрді метрге айналдырамыз. 0,2 метр. 5 сантиметрді метрге айналдырамыз. 100-ге бөлеміз. 0,105 метр. Формуласына бірінші ауданды табамыз. Ауданды табуымыз үшін ұзындығын көбейтеміз еніне. Б нұсқасында F күшті табамыз. mg формуласымен. Үшінші қысымды табамыз. Қысымды табуымыз үшін F күшті бөлеміз ауданға. Бірінші А нұсқасынан бастап ауданын есептейік. 0,1 метр көбейтілген 0,2 метр тең 0,102 метр квадрат болады. Келесі Б нұсқасында F күшті табамыз. Масса 0,3 килограмм. Көбейтілген G-дің мәні 10 ньютон бөлінген килограмм тең 3 ньютон. Соңғы С нұсқасында қысымды анықтаймыз. Күш 3 ньютон шықты. Бөлеміз аудан 0,102 метр квадрат. Тең 150 паскаль. Жауабы ауданы 0,102 метр квадрат. F күш 3 ньютон. Қысым 150 паскаль. Үшінші тапсырма төменде берілген мысалдарға сипаттама беріңіз. А нұсқасы неліктен суы бар шар мен ауасы бар шарда Паскаль заңы орындалмай тұр. Бұл жерде суы бар және ауасы бар шар ауырлық күшінің әсерінен. А нұсқасында ауырлық күші әсерінен. Б нұсқасы неліктен тіс пастасы қоюланған сайын Паскаль заңы орындалмай қалады. Бұл Паскаль заңы сұйықтар мен газдар үшін берілген. С нұсқасы неліктен ауаны автомобильдің шинасына әрбір айдаған сайын насосты қозғалту қиынға соғады. Газдың қысымы артады. Газдың қысымы артады екен. Төртінші тапсырма гидравликалық машина қысымы 4 килопаскаль, кіші поршенге 200 ньютон күшпен әсер етеді. Үлкен поршеннің ауданы 400 сантиметр квадрат. А нұсқасы үлкен поршеннің қысқан динамометрдің көрсетуі. Б нұсқасы кіші поршеннің ауданын анықтаңыз. Бірінші ХБЖ-ға келтіріп алайық. 400 килопаскаль ол 400 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі паскаль деген сөз. 400 сантиметр квадратты метр квадратқа айналдыруымыз үшін 400 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат деп жазамыз. А нұсқасында F2-ні, Б нұсқасында S1-ді табамыз. F2-ні табуымыз үшін қысымды көбейтеміз S2 ауданға. Келесі S1-ді анықтауымыз үшін F1 күшті бөлеміз қысымға. Енді А нұсқасы бойынша бірінші
F2-ні анықтап алайық. Тең қысым 400 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі паскаль. Көбейтілген S2 ол 400 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат. Тең 400-ге 400-ді көбейтсек 160 мың болады. Мына жерде 3 дәреже мен 4 дәреже алынып, минус 1 дәреже қалады. Сонда 160 мыңға 10-ның минус 1 дәрежесін көбейтсек 16 мың болады. 16 мың ньютон. Немесе 16 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ньютон деуге болады. Ал 10-ның 3 дәрежесі деген сөз ол килоны береді. Сонда 16 кило ньютон деп алуға болады. Ал Б нұсқасында S1-ді табуымыз үшін 200 ньютонды бөлеміз. Қысым 400 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі паскаль. Тең 0,10 мыңнан 5 метр квадрат шығады. Немесе 1, 2, 3, 4 орын жылжытып, 5 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі деп жазуымызға болады. Метр квадрат. Жауабы F2 күшіміз 16 килоньютон, ал S1 аудан 5 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат. 5-ші тапсырма сұйықтың қысымының биіктікке тәуелділігінің графигі түзу сызық болып табылады. А нұсқасы, мына жерде график берілген. А нұсқасы 40 сантиметр тереңдіктегі қысымды анықтаңыз. Сантиметр, мына жерде H биіктік ол дециметрмен берілген. Сонда 1 дециметр 10 сантиметрге тең болатын болса, бізге 40 сантиметрдегі тереңдік дейді. 4 дециметр ол 40 сантиметр деген сөз, 40 сантиметріміз 4 дециметр екен. 4 дециметрде мына қиылысу нүктесіне қарайтын болсақ, қысым 3920-ға тең екен. Қысымы 3920 паскальге тең екен. Енді Б нұсқасында бұл график қандай металл үшін орындалады? 4 дециметрді метрге айналдыруымыз үшін 10-ға бөлеміз, сонда 0,10-4 метр болады екен. Қандай металл үшін орындалатынын анықтауымыз үшін біз металдың тығыздығын анықтап алуымыз керек. Формуласын жазамыз. Қысым тең ρ G биіктік. Енді осы формуланы түрлендіріп, мына тығыздықты анықтап алатын болсақ, қысымды бөлеміз G көбейтілген H-ға. Осы формула бойынша есептейік. Қысым 3920 паскаль бөлінген G-дің мәні 10 ньютон бөлінген килограмм, оны көбейтеміз, биіктік 0,10-4 метр. Тең 980 килограмм бөлінген метр куб. Енді осы тығыздық қай металға сәйкес келетіндігін біз кітаптан көріп жазуымызға болады. Тығыздығы 980 килограмм бөлінген метр куб. Жауабын жазып қоямыз. 6-шы тапсырма, көлемі 7,5 дециметр кубке тең тастың массасы 18,7 килограмм. Осы тасты суда батырмай ұстап тұру үшін жеткілікті күшті анықтаңыз. Судың тығыздығы берілген, тасқа әсер ететін Архимед күшін табуымыз керек. Бірінші қыбыжыға келтіріп алайық. Дециметр кубты метр кубқа айналдырамыз. 7,5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб деп жазамыз. Бұл жерде судың тығыздығы берілген және тастың тығыздығы бар. Жалпы тығыздықты тауып алуымыз үшін тастың тығыздығынан азайтамыз судың тығыздығын. Ал енді бізге тастың тығыздығы да белгісіз. Тастың тығыздығын тауып алуымыз үшін тастың массасын тастың көлеміне бөлеміз.
Ал Архимед күші формуласын жазып қоямыз. Тығыздық көбейтілген G көбейтілген көлем. Біз бірінші тастың тығыздығын тауып алуымыз керек. Тастың массасы 18,7 килограмм. Оны бөлеміз тастың көлеміне 7,5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі метр куб. Тең 2493 килограмм бөлінген метр куб. Енді бізге мына тығыздықты тауып алу керек. Ол үшін бізге тастың тығыздығынан судың тығыздығын азайту керек. Тастың тығыздығы 2493, азайтылған судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб. Екеуінің де өлшем бірлігі ол тең болады 1493 килограмм бөлінген метр куб. Енді Архимед күшін анықтаймыз. Тығыздық 1493 килограмм бөлінген метр куб. Өлшем бірлігін жазып отырамыз. G-дің мәні 10 ньютон бөлінген килограмм. Көбейтілген көлем 7,5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесіне тең. Ол тең болады 112 ньютон. Жауабы 112 ньютон. 7-ші тапсырма: таразы иінтісінің ұштарына қорғасын шариктері байланған. Мына жерде қорғасын шариктері байланған таразы. Егер шариктің біреуін суға, ал екіншісін майға батырылған болса, онда таразы тепе-теңдікте болады. Денелердің жүзу шарттарына сипаттама беріңіз. А. Қорғасын шариктің салмағынан аз болса, су май бетіне қалқып шығады. Б. Қорғасын шариктің салмағынан үлкен болса, су май түбіне түсіп кетеді. С. Қорғасын шариктің тығыздығы майдың немесе судың тығыздығымен тең болса, судың ортасында қалқып жүреді. 8-ші тапсырма: шығырдың көмегімен жүк 0,8 минут ішінде 10 метр биіктікке көтерілген. Мұнда 120 килоджоуль жұмыс істеген. G-дің мәні берілген. Жүктің қуатын анықтаңыз. Бірінші қыбыжыға келтіріп алайық. 0,8 минутты секундқа айналдырамыз. 1 минутта 60 секунд бар. Сондықтан 0,8-ді 60-ға көбейтеміз. 48 секунд болады. Мына жерде килоджоуль, ол кило 10-ның 3 дәрежесі. Сонда 120 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі джоуль болады. Қуатты табуымыз үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Жұмыс 120 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі джоуль. Бөлеміз уақыт 48 секунд. Тең 2500 ватт. Жауабы 2500 ватт болады. Соңғы 9-шы тапсырма: әр минут сайын насос 10 литр суды 2,1 метр биіктікке шығарады. Бұл жұмысты жасау үшін насостың двигателі қандай қуат жұмсайды? А нұсқасы: жүктің жұмысын табыңыз. Б нұсқасы: жүктің қуатын табыңыз. Бірінші қыбыжыға келтіріп аламыз. 10 литрді метр кубқа айналдырамыз. 0,1 метр куб болады. Уақыт әр минут сайын деген, сондықтан уақыт 1 минут. 1 минутта 60 секунд бар. Секундқа айналдыратын болсақ. Бірінші А нұсқасы бойынша жұмыстың формуласы ол F көбейтілген H. Енді осы жерде мына F деп отырғанымыз mg-ге тең, сондықтан mgh болады. Ал бізде масса жоқ. Масса деп отырғанымыз ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең. Ол тең болады. Мына жерде масса деп отырғанымыз ρ көлем көбейтеміз G көбейтілген H болады екен сонда. Бұл А нұсқасы бойынша. Енді сандық мәндерін орнына қойып есептейік. Тығыздық, судың тығыздығын алдық. 1000 килограмм бөлінген метр куб. Көлем
100-ден 1 метр куб көбейтілген G-дің мәні 10, ньютон бөлінген килограмм көбейтілген биіктік 2,1 метрге тең. Ол тең болады 210 джоуль. Енді В нұсқасында біз қуатты анықтауымыз керек. Жұмысты бөлеміз уақытқа. Тең. Бізде жұмыс 210 джоуль шықты. Уақыт 60 секунд. Тең 3,5 ватт. Жауабы жұмыс А нұсқасы бойынша 210 джоуль болды. В нұсқасы бойынша қуат 3,5 ватт. Оқушылар, осымен бүгінгі 7 сыныпқа арналған ТЖБ талдау сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.